FIFA президенті Джанни Инфантиноның жеке инвесторлармен бірге әлем чемпионатын басқаратын 17,5 миллиард евролық компания құру жоспары футболдың басқарушы органдары тарапынан қатаң қарсылыққа тап болды. УЕФА бұл ұсынысты бірінші болып айыптаған ұйымдардың бірі. Еуропалық футболдың басқарушы органы спортты коммерциялық активке айналдыруға жол бермейтінін және футболдың сатылмайтынын анық жеткізді. Францияның спорт министрі Марина Ферраридің айтуынша, УЕФА сәрсенбі күні өз жауабын талқылау үшін шұғыл кездесу өткізеді. Ла Лига президенті Хайвер Тебас Инфантиноны ашықтықсыз саясатты, тәртіпті ақшаны және билікті араластырды деп айыптап қатты сынға алды. Англия футбол қауымдастығы бұл ұсыныс көпшілікке жарияланбай тұрып, FIFA тарапынан ешқандай ескерту болмағанын айтып, мәселенің шешілу жолына алаңдаушылық білдірді. Германия футбол одағы УЕФАны қостап FIFA президентінің әлем чемпионатының 20-30% үлесін жеке инвесторларға сату туралы жоспарын сынға алды. Франция футбол федерациясының президенті Филипп Диалло бұл ұсынысқа қатысты ақпараттың мүлдем хабарланбағанын сөкті.